Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін бір қабатты тұрғын үйдің жобасын қарастырамыз. Ұзындығы 14-8, ені 13 метр. Іргетасқа келетін болсақ, 50 см қалыңдықпен құйылады. Бұл жобада екі несущий перегород қарастырылған. Оның іргетасы 40 см қалыңдықпен құйылады. Балкілер осылай орналастырамыз. Жобаға келетін болсақ, кіреберіс ұзындығы 4 метр, ені 3 метр, көлемі 12 метр квадрат. Кіреберістің сол жақ бөлігінде кухня қарастырылған. Ұзындығы 5 метр, ені 4,5 метр, көлемі 22,5 метр квадрат. Кіреберістің оң жақ бөлігінде зал қарастырылған. Ұзындығы 7,8, ені 5 метр, көлемі 39 метр квадрат. Жобаның жоғары бөлігінде екі жатын бөлме және балалар бөлмесі қарастырылған. Жатын бөлменің ұзындығы 5 метр, ені 4,5 метр, көлемі 22,5 метр квадрат құрайды. Балалар бөлмесінің ұзындығы 4 метр, ені 3,2 метр, көлемі 12,8 метр квадрат. Жобаның сол жақ бөлігінде котельный, жуын бөлмесі, санузел қарастырылған. Санузелдің ұзындығы 2,1 метр, ені 1 метр. Жуын бөлменің ұзындығы 2,1 метр, ені 1,9 метр. Көлемі 4 метр квадрат. Котельныйға келетін болсақ, ұзындығы 3 метр, ені 1,5 метр. Көлемі 4,5 метр квадрат. Және қол 23,5 метр квадрат құрайды. Терезеге келетін болсақ, ас бөлме және залға 2 метрлік терезе қойылады. Жатын бөлмелерге 1,5 метрлік терезелер және кіреберіске, котельныйге 50 сантиметрлік терезелер қарастырылған. Есікке келетін болсақ, кіреберіс, котельныйге 1 метрлік есік салынады. Залға 1,3 метрлік арка немесе есік салуға болады. Жатын бөлмелерге және ас бөлмеге 90 сантиметрлік есік салынады. Жуыну бөлмесі және санузелге 70-тік салсаңыз немесе 60-тық салсаңыз болады. Достар, жоба ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алда уақытта тағы басқа жобалар ұсынатын боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет.